Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қояйық. Ал ендеше біз бастаймыз. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, ақын, жазушы, қоғам қайраткері, әрі жалынды көсемсөз шебері, әдебиеттің әртүрлі жанрында қалам тартқан қаламгер Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада Торғай уезінің Сарықопа облысының бірінші ауылында дүниеге келген. Ол орта жүздің арғын тайпасының бөлігі болып табылатын Мадияр руынан шыққан. Бала Міржақып анасы Демештен ерте айырылды. Анасы Міржақыптың 2 жасында, ал әкесі 12 жасында қайтыс болды. Жастайынан жетім қалған бала ауылда бастауыш мектепті бітірді. Міржақып 1901 жылы педагогикалық сыныпты мемлекеттік орыс-қазақ мектебіне оқуға түсіп, оны 1902 жылы бітіріп, ауыл мұғалімі болды. Бұл училищеде қазақ тілінен Ахмет Байтұрсыновтың өзі сабақ берген. Осы кезден бастап Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатұлының әдеби-саяси қызметі бір-бірімен тығыз байланысты болады. Жастайынан өз бетінше алға талпынып, оқу оқып, білім алған Міржақып орыс жазушыларының шығармаларының арқасында орыс тілін жетік меңгеріп, заман тозаңынан суырылып шығады. 1904 жылы Міржақыптың бүкіл өмірін өзгерткен оқиға болды. Сол жылы ол Қарқаралыда Ахмет Байтұрсынов және Әлихан Бөкейхановпен тағы да кездесті. Осылайша ол жаңа қалыптасқан қазақ реформашыл ұлттық қозғалысының осы екі көшбасшылардың ықпалымен антиресейлік көзқарасқа ие болды. 1907 жылы 3 шілдеде патша жарлығымен Сібір және Орталық Азияның барлық байырғы халықтары секілді қазақтар да Ресейдің мемлекеттік думасына қатысу құқығынан айырылды. Бұл өзін-өзі басқару мүмкіндігін түбегейлі бозды. Дулатов 3 шілдедегі «Заң мен қазақтар» атты мақаласында бұл шешімді әділетсіз деп сынаған. Ол, егер қазақтардың депутаттары қазақтардың мәселесін шешуге қатыспайтын болса, онда бұл жағдайда депутаттардың қаншалықты шыншыл және білімді екендігіне қарамастан, осы мәселені көтерген құзырлы органдар ешқандай нақты шешім қабылдамайды деп есептеді. Міржақып Дулатұлының 1909 жылы жарық көрген «Оян қазақ» атты алғашқы ақындық жинағы оның саяси ұстанымын айқын көрсетіп тұрды. Осыдан кейін бұл жинақ дереу тәркіленді. Бірақ Қайсар қазақ 1911 жылы оны қайта жариялап, туған өлкесі Торғайға оралды. Міржақып сол аралықта 1910 жылы қазақ тілінде жазылған қазақтың тұңғыш романы «Бақытсыз жамал» атты кітапты жарыққа шығарды. Сондай-ақ бұл туынды сол қоғамда шығыстағы мұсылман әйелдердің теңсіздігін көтерген алғашқы шығарма болды. Сонымен бірге Міржақып Дулатұлы ұлт азаттық қозғалыстың көшбасшыларының бірі болды. Ол басылымдарына байланысты полицияның қадағалауына және патшалықтың жеке күзетінің көзіне ілікті. Ал 1911 жылы Семейде тұтқындалып, 1 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды. Дулатовпен бірге Ахмет Байтұрсынов және Әлихан Бөкейханов та абақтыға жабылған. Олар үшеуі бірігіп қазақ газетін құрған болатын. Бірақ қамаудан босатылғаннан кейін Міржақып Айқап журналына және қазақ газетіне шығармаларын басып шығара бастайды. Кейінірек қазақ газеті де жабылды. Міржақып өз өлеңдері мен мақалаларында патша әкімшілігінің қысымына ұшыраған қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайын қатаң сынайды. 1913 жылы ол «Азамат патриоттық» поэмасын жариялайды. 1916 жылы Байтұрсынов пен Бөкейханов патша үкіметінің 25 маусымдағы қазақтарды майданға жұмысқа тарту туралы жарияланған жарлығына қарсы шықты. Олар патша үкіметі онсыз да аштыққа ұшыраудың алдында тұрған халықты аштықтан өлтіретін болды деп санады. Міржақып сол кезде аш адамдарға көмектесетін тарихтағы алғашқы халықтық қор құрды. Содан бастап ол халық арасында кеңінен танылып, көпшілікті артынан ертіп жүрді. 1917 жылдың жазында Дулатов
Орынбордағы тұңғыш бүкіл халықтық конгресті ұйымдастырушыларының бірі болды. Онда алғашқы саяси қазақстандық Алаш партиясы құрылды. Сонымен қатар Міржақып Семей аймағындағы делегаты болған атақты ғалым, саяхатшы Григорий Николаевич Потанинді қазақ тілінде өте жақсы сөйлейтін біздің құрметті сібірлік ақсақал деп атаған. 1917 жылғы Дулатов өзінің көшбасшылары Бөкейханов және Байтұрсыновпен бірге Алашорда үкіметінің құрамына кіреді. Кейіннен Дулатов баспалық және педагогикалық іс-шараларға қайтып оралып, 1922-1928 жылдары Орынбор қаласында тұрды. 1928 жылы Міржақып тілдік реформаны халықтың жазбаша тарихымен байланыстырудың құралы ретінде бірден араб алфавитінің жойылуына қарсы шықты. Ол қазақ халқы өзінің ана тілін жоғалтып, халық өз тарихынан айырылып қалады деп қатты қорықты. Ол сол кездегі қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі туралы декларациялардың екіжүзділігін алғаш сезіп, қазақтың тілін және дінін қорғауға тырысты. Болашақта оның сөзінің дұрыс екендігін көрсетті. Бірақ 1928 жылғы 29 желтоқсанда биліктегілер оны қазақ ұлтшылы деп айыптап тұтқынға алады. Міржақып Дулатұлы 1929 жылы өзін ұлтшыл деп айыптағандарға біз өзіміздің тегіміздің бізге тиесілі болғанын қалаймыз деп жауап береді. Ол әділетсіз сот алдында да басын тік көтеріп, халқымның болашағы үшін мен бәрін істеуге міндеттімін. Егер мен қателессем, онда халқыммен бірге қателестім. Ерте ме, кеш пе, шындық, әділеттік орнайды деп соңына дейін алға қойған мақсаттарынан қайтпады. Осы сөздерден кейін Міржақыпқа ату жазасы берілді. Бірақ кейін лагерге 10 жылға ауыстырылды. Ол Бутырка түрмесінде 2 жыл отырып шығып, содан кейін Соловецкий арнайы мақсаттағы лагеріне жіберілді. Онда оны ғалым және дін қызметкері Флоренский бірден таныды. Міржақыптың есімі сол кездің өзінде әдеби энциклопедияда, сондай-ақ кіші кеңестік энциклопедияда болды. Сонымен қатар, Міржақып түрмеде болса да, оны ауыр жұмыстардан босату үшін ауруханада медициналық көмекші ретінде қызметке орналастырған. Сол кезде қазақтың қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай Франциядан келген сауда кемесіне Дулатовты отырғызып, оны Соловецкийден қашып жіберуге тырысты. Бірақ Міржақып Дулатұлы отбасы үшін қорқып, ол ұсыныстан бас тартады. Осылайша қазақтың тілі, дін үшін жанпида болған көсемсөз шебері, Алаш қозғалысының қайраткері Міржақып Дулатұлы 1935 жылы 5 қазанда тұтқында қайтыс болды. Оның сүйегі сол жердегі тегін зиратқа жерленді. Дегенмен 1990 жылы Карелия Республикасының үкіметі жергілікті тұрғындардың дәлелдері, фактілері мен құжаттардың негізінде Міржақып Дулатұлының сүйегін анықтайтын арнайы комиссия құрды. 1992 жылы қазан айында Міржақып Дулатұлының сүйегі отанына жеткізіліп, қазіргі Қостанай облысының Торғай облысы, Жангелді ауданы, Бидайық ауылына жерленді. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қояйық.